Өрт. Нора жұтынды. Мүлде басқа ортаға тап болды. Шу мен су. Аузын ашып еді, қақалып қалды. Тұзды судың кермек дәмі таңдайын күйдірді. Бассейн түбіне аяғын тіремек болған, тым терең екен. Дереу кеудесін көтеріп, біраз стиліне жүзе жөнелді. Бассейннің суы тұзды болғаны қызық екен. Ашық аспан астында мұхиттың жанындағы бассейн. Жағалаудағы маңғаз биік жартасты ойып жасағандай, мұхит та дәл қасында. Күн жарқырап тұр. Мынадай ыстық күнде бассейннің салқын суы жанынан сая табатын жер болса керек. Баяғыда Нора Бедфордширдегі 14 жастағылар арасындағы ең жүзгіш еді. Жасөспірімдер арасындағы ұлттық чемпионатта өз жасы бойынша 400 метрге еркін жүзуден, 200 метрге еркін жүзуден 2 рет бірінші орын алды. Әкесі оны күнде қаладағы бассейнге 2 рет апарып жаттықтырды. Сабақ басталғанға дейін немесе сабақтан кейін ағасы гитарада Нирвана тобының әндерін ойнай бастағанда Нора жүзуге қызықпайтынын түсінді. Пианинода Шопен ғана емес, болары болсын, жаңбырлы күндер мен дүйсенбілер сияқты классикалық әндерді ойнауды үйренді. Ағасы лабиринт тобын құрмай тұрып, Нора өзі ән жаза бастаған еді. Бұл кезде жүзуді тастамады, тек өзін қинап жеңіске жетсем деп жанталасуды қойды. Бассейннің басына жетті, судан басын шығарып қарады. Жарты шеңбер жасап иілген жағалау төменірек жатыр, мұхит суы жағаның құмын шайып шыпылдайды. Жағалау біткен тұста көгал басталады екен. Пальма ағаштары мол өскен саябақта адамдар итін серуендетіп жүр. Әрі қарай жер үйлер мен 2-3 қабатты үйлер, көліктер ағылған жол, Байрон бейдің суретін көрген мына жер оған ұқсамайды. Бұл жер кәдімгі қала болса керек, серфинг жасауға ыңғайлы қала. Бассейнге қарағанда көзілдірігін түзеп тұрған еркектің өзіне қарап жымиғанын байқады. Оны тани ме екен? Бұл өмірде Нора онымен күліп амандасам екен. Ештеңе білмейді. Сыпайылық танытып жымиған болды. Өзін бөтен елдің валютасына қарап, шайлыққа қанша тастарын білмей тұрған туристке ұқсатты. Жүзгіштердің шошақ бас киімін киген қартаң әйел дәл жанынан өтті. Қайырлы таң тілеймін, Нора, деді тоқтамастан. Нора екеуінің күнде қатар жүзетінін түсінді. Түн қайырлы болсын. Әйел өзін әңгімеге тартпас үшін мұхитқа қарады. Алыстан ноқаттай болып көрінген таңғы серферлер тақтайын алып жақұттай қанық көк мұхитқа беттеді. Айтары жоқ, Аустралиядағы өмірі ерекше болса керек. Сағатына қарады. Қызғылт сары түсті арзанқол Casio екен. Сағаттың көңілді түсі мұхитты мекендегі бақытты өмірдің меңзеп тұрған болар деп үміттенді. Таңғы 9 екен, білегіне сағаттан бөлек кілт ілінген пластик білезік тағыпты. Демек, осы жерге күнде келетін болғаны. Жағалау маңындағы бассейн. Жалғыз келді ме, Изиді көретін шығармын, деп бассейнді шолып шықты. Таппады. Тағы біраз жүзді. Суға жүзгенде ең ұнайтыны сүңгу еді. Су астында ойың тап-таза, тұнық, судан басқа ештеңені ойламайсың. Сабақ пен үйдегі мәселелер ұмыт болады. Суға жүзу өнері тазалыққа баулитын қасиетке ие. Жүзуге көп көңіл бөлген сайын басқаның бәрі ұмыт болады. Өзіңді ұмытып, ісіне ғана ден қоясың. Біраздан соң Нораның қары талып төсі шаншыды. Ұзақ жүзсе керек, шығатын уақыт болды. Бассейн қасындағы тақтайға қарады. Бронте бич бассейні. Дәннің айтқаны есіне түсті. 1 жыл демалыс алып, Аустралияға барғанда осы жерді айтқан еді. Бронте бич деген атауы есінде қалыпты. Серф тақтасына мінген Джейн Эйр. Бекер күмәнданбапты. Бронте бич Сиднейде болатын, Байрон бей емес екені анық. Нораның ойына 2 нұсқа келді. Бұл өмірде Изи Байрон бейді емес, не Нора мен Изи бірге емес. Денесіне қарады. Әдемі күйіп, ашық қоңыр түске еніпті. Киімдерін қайда қойғанын да білмейді ғой. Білегіндегі пластик білезіктегі кілт есіне түсті. Номер 57 шкапта екен. Киім ауыстыратын бөлмедегі 4 бұрыш аласа шкапты ашқанда сағаты сияқты киімі де алабажақ ашық түсті екенін көрді. Футболкасында ананасын суреті бар екен. Ананасқа толы, қызғылт күлгін түсті джинсы шорты, аяққа сұға салатын жеңіл шәркей. Мен кіммін деп ойланды. Телеарнада балалар хабарын жүргізетін жүргізушісімін бе?
күннен қорғайтын крем, бөрі тарақ дәмі бар, ерінге жағатын далап. Басқа косметика қолданбайды екен. Футболка киіп жатып қолындағы тыртықты байқап қалды. Жараның орны. Өзімді өзім жараламадым ба? Деген ой келді. Иықтан төмен тату салыпты. Феникс пен от. Ұсқынсыз сурет. Бұл өмірде талғамы нашар екен. Қашаннан бері адамның бақытты болуы талғамына байланысты еді, деп ойлады. Киініп болғасын шортының қалтасынан телефонын суырды. Тұрмыстағы келіншек пап иесі болған өміріне қарағанда ескілеу телефон. Саусақ таңбасымен құлпын ашты. Киім ауыстыратын бөлмеден шығып, жағалау маңындағы жолмен жүрді. Күн жып-жылы. Күн шуағы төгілген сәуірде өмір нұрланып кете ме екен? Айнала бәрі ашық жарқын, түрлі түсті. Англияға қарағанда әлде қайда қозғалыс көп. Өмір қайнап жатыр. Кішкентай тотығыз түрлі түсті лорикет орындық арқалығына қоныпты. Туристер оны суретке түсіріп жатыр. Қолында апельсин смузи бар велосипедші жанынан өтіп бара жатып, қайырлы түн тілейміз, деді жымиып. Бетфордта мұндайды көрмейсің. Нора бетінде бір өзгеріс барын байқады. Ол жымиып келеді. Расымен бе? Ешкім талап етпей-ақ өзімен өзі мәз болып күлімдеп келеді. Бір ғимараттың қасынан өткенде қабырғасындағы әлем өртеніп жатыр және бір әлем, бір мүмкіндік деген жазуды оқып, езуін жинап алды. Иә, басқа өмір болса да, басқа планета емес. Бұл өмірде қайда тұратынын, немен айналысатынын, бассейннен шыққан соң қайда баратынын білмейді. Соның өзі еркіндік болып көрінді. Ешкімнен, тіпті өзінен ештеңе күтпейсің. Шығып бара жатып Гуглге өз атын жазды да қасына сендей деп терді. Нәтижесін қарар алдында басын көтеріп еді, жолда бір ер адам келе жатыр екен. Мұны көріп жымиды. Аласа бойлы, жанары мейірімге толы, селдір тартқан ұзын шашын буып алыпты. Жейдесінің өңірін алқам-салқам түймелеген. Сәлем, Нора. Сәлем, Нора сасып қалғанын сездірмеуге тырысты. Бүгін нешеде бастайсың? Не деп жауап берсе екен? Ой, қырсық, ұмытып кетіппін. Еркек күлді. Нораның осылай жауап берерін білгендей, оның ұмытшақтығына таң қалмайтынын адамның күлкісі. Кестені қарадым, 11 болса керек. Таңғы 11 ме? Еркек тағы күлді. Не шегіп алғансың? Маған да берші. Ештеңе, деді Нора кілт қатайып. Ештеңе шекпедім, таңға ас ішпеген едім. Жарайды, онда көрсеміз. Иә, сол жерде. Айтпақшы, ол қайда еді? Жігіт тағы күлді де кете барды. Бәлкім Нора Сиднейден шығатын киттерді бақылайтын круизде жұмыс істейтін шығар. Изиде сонда болар. Google өзі жайлы еш дерек бермеді. Қайда тұратыны, кіммен тұратыны белгісіз. Мұхиттан алыстағы үйлер шығар деп жорамалдады. Әлде осы маңда тұрам екен? Бассейнге жаяу келді ме? Кафенің қасында тұрған велосипедтердің біреуі Норанікі болар. Аузы ілгекпен жабылатын кішкентай әмиянын ашып қарады. Ішінде тек үйдің кілті ғана бар. Көліктің де велосипедтің де кілті жоқ. Демек автобуспен немесе жаяу келген. Үйдің кілтіне қарап үйді таба алмайсың. Сондықтан Нора арқасын күнге беріп орындыққа отырды да телефон хабарламаларын қарады. Мүлде танымайтын адамдар тізімі. Эмми, Родри, Белла, Люси, Кемала, Люк, Люси М. Бұлар кім? Жұмыс деп қана жазған бір нөмер тұр. Жұмыстан бір хабарлама келіпті. Қайда жүрсің? Байланыс тізімдегі бір есімді ғана таныды. Дән. Оның жақында жазған хабарламасын оқи бастағанда көңілі құлазды. Сәлем, Нор, саған ұнаған болар. Осы сөзден мезі болсан да ағырынды шығарсам да айтқым келеді. Өткен түнде түсімде біздің папты көрдім. Сондай жақсы түс. Екеуміз бақытты өмір сүріп жатырмыз. Жарайды, оны былай қой. Айтқым келгені, мамырда қайда баратынды білесің бе? Австралияға. 10 жылда бірінші рет. Жұмыстан жібермек. Заманауи өнер музейімен жұмыс істеймін. Қолын тисе жолғайық, бір шыны кофе шейкді. Хаттың ерсі көрінгені сондай, Нора күліп жіберді. Күлкінің соны жеделге ұласты. Әлемде Нораға жете алмай қалған қанша дәндер бар екен. Үйленгесін жек көріп кететінін олар білмейді ғой. Бақыт туралы сандалбай идеясын өзгелерге тықпалап жүргендер ше. Бұл өмірінде Нора тек Инстаграмға тіркеліпті. Оған өзі туралы ештеңе жазбаған. Өлеңдерін түсірген фотолар ғана салыпты. Бір өлеңді оқып шықты. Өрт.
Жанның әр бөлшегі түгі қалмай өзгерді. Жамау-жамау сынықтар, сыныптастардың күлкісі, ересектердің ақылы жаралап тынды. Жақын достың қазасы соққы болды ең ауыр, соның бәрін шырпыдай жинап алды еденнен. Отын етіп үйді де өртеп жіберді. Лаулады жалын бір тынбай, мәңгі көріп тұрсам деп. Біртүрлі мұңды екен. Мән берудің керегі жоқ. Әшейін өлең ғой. Электрондық поштасын қарап отырып Шарлоттаға жазған хаттың көрді. Күлегеш Шарлотта Нораның қыл теориясында істегенде тапқан жалғыз досы. Кельт әуендерін ойнайтын топтың мүшесі еді. Кейін ол Шотландияға кетіп қалды. Сәлем, Шарл. Халін жақсы шауып жүрсін деп ойлаймын. Туған күнің жақсы өткеніне қуаныштымын. Бара алмағаныма өкінемін. Күншуақты Сиднейге өмір керемет, әупірімдеп жаңа жерге көшіріп алдық. Тура Бронте-Бичтің қасы. Айналасында кафе көп, көрікті орын. Жаңа жұмысқа тұрдым. Күнде таңертең суы тұзды бассейнде жүземін, ал кешке күн шуағына малынып отырып, бір бокал Аустралия шарабын ішемін. Өмір керемет. Мекенжайым Дарлинг-стрит, Бронте, Жоу, 2024, Аустралия. Нора сонынан сүйдім деген белгі қойды. Нора тіпті дағдарды. Хаттың мазмұны бұлыңғыр, көңілділік байқалады. Көптен көріспеген алыс туысына жазып отырғандай. Айналасында кафе көп. Көрікті орын дегені TripAdvisor сайтына кіріп қалғандағыдай шығыпты. Шарлотта менде бұлай сөйлескен емес. Изи туралы бір ауыз сөз жоқ. Әупірімдеп жаңа жерге көшіп алдық. Өзі ғана көшті ме? Әлде қасында біреулер бар ма? Шарлотта Изиді танитын. Неге ол туралы айтпаған? Жарайды, сәлден соң бәрі түсінікті болады. 20 минуттан соң Нора пәтерінің дәлізінде тұрды. Есік аузында 4 пакет қоқыс жиналып қалыпты. Қонақ бөлме тар, әрі көңілсіз. Тозығы жеткен ескі диван. Пәтерден көк иісі шығады. Қабырғаға періште бейне ойынын постері ілінген. Кофе үстел үстінде марихуана жапырағының суреті бар вейп шылымы. Бір әйел экранға қарап зомбиларды басынан атып жатыр. Қысқа қиылған шашын көк түске бояған, басында Нора оны Изи деп ойлады. Сәлем, деді Нора. Әйел бұрылып қалады. Изи емес, жанары нұрсыз, ұйқысы келгендей көзі кіртиген мағынасыз әлпеті экрандағы зомбилерге ұқсап қалыпты. Кім білсін, адамгершілігі мол жан шығар. Әйтеуір Нора бұрын өмірінде көрмеген адам. Әйел бұған қарап жымиды. Сәлем, жаңа өлеңің қалай? Ау, я, жаман емес, рахмет. Нора есеңгіреген қалпы пәтерді аралап шықты. Кездейсоқ есікті ашып қалып еді, жуынатын бөлме екен. Қажет болмаса да соған кіріп ойланды. Есікті жауып, қолын жуып жатып, суағарға сарылдап аққан суға қарап тұрып қалды. Душты қарап көрді. Кірсінген сары шымылдық студенттің жатақханасын еске салады. Расымен де, студенттер жатақханасына ұқсайтын пәтер. Жасы 35-ке келсе де, бұл өмірде студент деңгейінде қалыпты. Бет жуатын шұңғыл қасында күйзеліске қарсы ішетін дәрі флоксетин тұр. Нора қорабын алып оқыды. Ситке арналған деген жазу бар. Қолындағы тыртықтарға қарады. Құпияның кілті өз денеңде жатқаны біртүрлі екен. Еденде қоқыс шелектің жанына National Geographic журналы жатыр. Мұқабасында қара құрдымның суреті бар. Нора кеше ғана басқа өмірінде соны оқып еді, журналды өзі сатып алса керек, бала кезінен осыны оқығанды жақсы көретін. Интернеттен көргенде суреттің әсері басқаша. Сондықтан Нора журналды ылғи сатып алатын. 11 жасында Арктикадағы Норвег архипелагы Свалбардтың фотосын көргені есіне, әкесі осы журналды жаздырып алатын. Архипелаг сондай үлкен, айбатты, қаңыраған бос аймақ болып көрінді. Мақалада аты аталған ғалымдар жаз бойы геологиялық зерттеу жүргізіп, қалай жүреді екен деп ойлаған еді. Фотоларды қиып алып, жатын бөлмесіне іліп қойған еді. Содан бастап мектепте жаратылыстану пәндері мен географияны жақсырақ оқуға күш салды. Мақаладағы ғалымдар сияқты жаз бойы мұз басқан таулар мен фьордтарды кезіп, төбеде ұшқан пафендерді бақылағысы келді. Кейін айнып қалды. Біріншіден әкесі қайтыс болды. Екіншіден, Ницшенің ізгілік пен зұлымдық еңбегін оқыған соң, философия ішкі сұранысын қанағаттандыратын жалғыз пән. Ғалымнан гөрі рок жұлдызы болуды көбірек қалаймын деп шешті. Жуынатын бөлмеден шығып, бейтаныс құрбысының жанына келді. Диванға отырды да оны барлады. Әйелдің аватарының басына оқ тиді.
Құрып кет, жексұрын зомби, деді әйел экранға тісін ақситып. Вейпті алды. Нора бұл әйелмен қалай танысқанын білгісі келді. Екеуі пәтерді бірге жалдап жатса керек. Сенің айтқаның жайлы ойландым. Нені айтасың, деп сұрады Нора. Мысығымыз болса деп едің. Мысық асырап алғым келеді деген есіңде ме? Иә, әрине есімде. Құрып кетсін, ойлама. Неге? Мысықтар деген несі ұнамайды? Паразит жұқтырады. Токсоплазма па, сондай бірдеме. Нора оны біледі. Бетфордта жануарларды күту орталығына жұмыс істеген. Токсоплазмоз де. Я, өткенде бір подкаст тыңдадым. Қысқасы былай. Халықаралық миллионерлер тобы мысықтардың бәріне әдейі ауру жұқтырған. Енді адамдар бұрынғыдан да ақымақ, есалам бола бастайды. Өзін ойлашы, айналаның бәрі мысық. Жаретке осыны айтып едім, ол маған «Жо-жо, не шегіп жүрсің?» деді. Мен оған сен берген нашаны дедім. Ол болса білемін дейді. Сосын ол маған шегірткелер туралы айтты. Шегірткелер? Иә, шегірткелер жайлы естімедің бе, деп сұрады Жо-жо. Оларға не болды? Өзін өзі өлтіреді екен. Олардың ішіне паразит құрттар кіріп алады. Ол құрттар өскен соң суда тіршілік етеді. Шегірткенің миына кіргенде байғұс жәндік мен суды жақсы көремін деп ойлайды да суға сүңгіп өледі. Ылғи солай. Гуглден қарашы, шегірткелердің өзін өлтіру себебі деп ізде. Қысқасы, байлар бізді мысықтар арқылы өлтірмек. Оларды асыраймын дегенді ойға алма. Нора мұндағы өмірі өз қиялынан мүлде басқа болып шыққанын таңданды. Оның қиялында Изи екеуі Байрон бейде қайыққа отырып алып, сүйкімді өркешті киттерді бақылап жүруі керек еді. Оның орнына Сиднейдегі есірткі сасыған пәтерде қаскүнемдер теориясына сенетін, тіпті мысыққа да жолатпайтын. Пәтерлесінің әңгімесін тыңдап отыр. Изиге не болды? Нора сұрағын дауыстап айтқанын байқамай қалды. Жо-жо таңданып қалды. Изи деймісің? Ескі досын Изи ме? Иә, өліп қалған қыз айтасың ғой. Жо-жо қаперсіз айта салды. Нора қорқытып үлгермеді. Не дейсің? Апатқа түскен қыз ба? Не? Шылымын бұрқыратқан Жо-жо таңдана қарады. Нора, саған не болды? Вейпті ұсынды. Тартасың ба? Жоқ, рахмет, керек емес. Жо-жо мырс етті. Мұндайын жоқ еді. Нора телефонын алды, интернетке кірді. Іздеу жолына Изабель Хирш деп жазды. Жаңалықтар дегенді басты. Міне, басты тақырып. Күнге күйген Изидің күлімсіреген суреті. Жаңа оңтүстік Уэльсте ағылшын әйелі жол апатынан қаза тапты. Өткен түні тынық мұхит тас жолында Toyota Corolla көлігі қарсы келе жатқан көлікке соғылып, оқиға орнында 33 жастағы әйел көз жұмды. Қалған 3 адам Кокс-Хаврдың оңтүстігіндегі ауруханаға жеткізілді. Көлікті айдаған Ұлыбритания азаматы Изабель Хирш кешкі 9-да қаза тапты. Toyota көлігінде ол жалғыз отырған. Оның пәтерлесі Нора Ситтің айтуынша, Изабель құрбысының туған күнін атап өту үшін Сиднейден Байрон бейге бара жатқан. Изабель жақында Байрон бейді киттерді бақылайтын компанияға жұмысқа тұрыпты. Есімді жиі алар емеспін, деді Нора. Бір ай бұрын ғана Австралияға келдік. Изи осы жақта ұзақ бақытты өмір сүрем деп жоспарлап еді. Өмірге құштар жан болатын. Әлемді құрдымсыз елестете де алмаймын. Жаңа жұмысына қатты қуанған болатын. Әлі ақылым сенер емес. Қайғыдан қан жұтып отырмын. Екінші көліктегі жолаушылар түрі жарақат алған. Жүргізуші Крис Дейлі тікұшақпен Берентегі ауруханаға әкетті. Жаңа оңтүстік Уэльс полициясы оқиғаға куәгер болғандар тергеу ісін көмектесіп, түсініктеме беруін сұрайды. О, Құдайым, деді Нора талықсып. Изи басқа өмірлерде тірі екенін біледі. Яғни көбінде ол тірі, бірақ мына өмірде ол расымен өлген. Нора да шын қайғырды. Өзін айыптау, жазғыру мен кеміруден тұратын таныс күй. Дұрыстап қайғыра да алмады. Телефон шырылдады. Жұмыс деген жазу. Ер адам екен, ыңыранып сөйлейді. Қайдасың? Немене? Жарты сағат өтіп кетті. Қай жерде? Жүк түсіретін терминал. Билет сатасың ғой. Дұрыс хабарластың ба? Нора Ситпен сөйлесіп тұрмын ба? Иә, Норалардың біреуімен, деді де Нора жоғалып кетті.